Футбол жанкүйерлері Реал Мадридке әртүрлі көзқараспен қарайды. Біреулер корольдік клубты жеңістері мен керемет ойыны үшін жақсы көрсе, енді біреулері өзімшілдік пен менмендігі үшін ұнатпайды. Бірақ не айтсақ та бір нәрсе ешқашан өзгермейді. Корольдік клуб футбол тарихындағы ең үздік клубтардың бірі. Реал Мадрид Испания футбол тарихындағы ең көп жүлдеге ие клуб. 35 Испания чемпионы, 19 Испания кубогы, 5 рет Европа чемпиондар кубогы және 8 рет чемпиондар лигасын жеңіп алған жалғыз клуб. Кейбіреулер бұл жүлделердің барлығы баяғыда футбол қазіргіге құсамағанда алынған деуі мүмкін. Бірақ 21 ғасырда Европада Реал Мадридтен асып үздік өнер көрсеткен команда жоқ. Бүгінгі видеода біз өткен ғасырдың қиын 90-шы жылдарынан кейін жұлдызды клуб қалай Барселонаның көлеңкесінен шыққандығын, футбол тарихындағы үздік ойыншылар қалай келгендігін және Реалдың ең керемет жетістіктерге қалай қол жеткізгендігі жайлы айтамыз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Сіздермен бірге мәңгілік футбол арнасы. Олай болса, біз бастаймыз. Тоқсаныншы жылдардың бірінші жартысы Реал жанкүйерлері үшін оңай болған жоқ. Реал өздерінің қас жауы каталондық Барселонаның жеңістерін көруге мәжбүр болды. Ол жылдары Барселона Ла Лига чемпиондығын 4 жыл қатарынан иеленген еді. Реал үшін тағы бір үлкен соққы ол Барселонаның чемпиондар лигасындағы жеңісі. Ал корольдік клубтың өзі болса 30 жылдан бері үлкен жетістіктерге жете алмай келе жатқан еді. Астаналық клуб Барселонаның Ла Лигадағы үстемдігін тек 94-95 маусымда ғана тоқтата алды. Бұл маусымда Реал бір айланы қолданды. Оны болашақта тағы да қайталайды. 94-95 маусымның басында Реал сәтті 2 трансфер жасады. Қорғаныста ойнайтын жартылай қорғаушы Фернандо Редонданың келуі команданы күшейтсе, екінші Микаэл Лаудруп тікелей Барселонадан келді. Даниялықтың Сантьяго Бернабеуге келуі футбол әлемінде үлкен шу шығарды. Бұған дейін Барселона Микаэл Лаудроппен бірге корольдік клубты 5-0 есебімен ойсырата ұтқан болатын. Ал бір жылдан кейін Реал Лаудроппен бірге Барселонаны 5-0 есебімен жеңді. Ла Лигадағы чемпиондықтан кейін Реал Мадрид 6-шы орынға түсіп кетті. Ал 96-97 маусымда корольдік клуб Фабио Капеллоның басшылығымен Ла Лигада тағы да чемпион атанды. Фабио Капелло қорғаныстағы ойын стилін қолданғанына қарамастан, шабуылда Предряк Миятович, Давор Шукер, Кларенс Зедорф және Роберто Карлос секілді керемет шабуылшыларды қолдана білді. Бірақ Реал президенті Лоренцо Санспен келіспеушіліктері үшін Фабио Капелло корольдік клубта бір жыл жұмыс істеп кетуге мәжбүр болды. Капелломен бірге Реалдан чемпиондықта кетті. Осыдан кейін Реал 10 жылдықтың соңына дейін лига чемпионы атана алмады. 97-98 маусымда Реалды Юп Хайнкес басқарды. Хайнкестің басшылығымен корольдік клуб лигада 4-ші орынға дейін түсіп кетті. Неміс маманының ойыншылармен ара қатынасы жақсы болмады. Юп Хайнкес президентпен кездесуде көп боғау сөз айтып, Реалдағы ойыншылармен лиганың чемпиондығы түгілі 10-ші орында ала алмаймыз деп мәлімдеді. Дәл осы кезде чемпиондар лигасының финалына бір апта қалған болатын. Хайнкестің барлық сөздеріне қарамастан, дәл осы маманның арқасында Реал жанкүйерлері 30 жылдан кейін Европадағы жеңістің дәмін қайта сезді. Чемпиондар лигасындағы көптен күткен жеңіс Хайнкестің ойын өзгертпеді. Ол өзі қалағандай Реалдан кетті. Хайнкестен кейін келген Антонио Камочода, Гуис Хидингте және Джон Тошакта Барселонаның үстемдігін тоқтата алмады. Сондықтан 1999 бен 2000 жылға маусымның алдында Реалға бас бапкер болып Висенте Дель Боске келді. Реалдың бұған дейінгі бапкерлері командаға өз ойын стилін сіңіруге тырысқан болса, Дель Боске өз стилін Реалға ыңғайлы етіп өзгертті. Дель Боске өзі сабырлы, байсалды болғандықтан ойыншылардан да осыны талап етті. Испания чемпионатында Дель Боске үлкен жетістіктерге жете алмады. Бланкос тек 5-ші орында тұрақтады. Бірақ чемпиондар лигасындағы жеңісінен кейін оның отставкаға кетуі туралы мәселесі кейінге қалдырылды. Чемпиондар лигасының финалында Реал Валенсияны 3-0 есебімен жеңді. Реал тарихында 2000 жыл маңызды жыл болды. Тек Еврокубоктегі жеңісі үшін емес. Дәл осы жылы корольдік клубтың президенті болып Флорентино Перес тағайындалды.
Перес Реалдың 270 миллион евроны құрайтын қарыздан құтыламын деп уәде бергеннің арқасында сайлауда жеңіске жете алды. Бұған қоса Перес Реалға Барселонаның аңызына айналған Луиш Фигуды алып келді. Басында бұл трансфер мүмкін емес болып көрінген, бірақ жаңа президент өз сөзінде тұрды. Барселона жанкүйерлерінің наразылығына қарамастан Луиш Фигу корольдік клубқа ауысып келді. Реал жанкүйерлері өте қуанышты болды. Олар өздерінің қалыс-жауы Барселонаға тағы бір соққы жасады. Сол жылы Реал лигада чемпион атанды. Осыдан кейін Реал Мадрид тарихында жұлдыздар ғасыры басталды. Перестің ойы анық белгілі болды. Корольдік клубтың жейдесінде корольдік ойыншылар өнер көрсету керек. Бұл жанкүйерлердің көңілінен шықты. Бірақ олар Перестің барлық ойларын қолдай бермеді. Мысалы, Реал жанкүйерлеріне 2000 жылдың жазында Фернандо Редонданың Миланға сатылымы ұнамады. Сайлау кезінде Фернандо Лоренцо Сансты қолдаған болатын. Ал Переске бұл ұнамады. Ол ойыншыны бірден сатып жіберді. Бірақ сол уақытта аргентиналық Реалдың ең үздік ойыншысы деп есептелген еді. Корольдік клуб өзінің алаң ортасындағы үздік ойыншысынан айырылды. Ал Перес болса бұған тіпті көңіл аударған жоқ. Реал президентін шабуылда ойнайтын жұлдыздар ғана қызықтырды. Перестің ойынша қымбат ойыншылар бапкерсізде жеңіске жете алады. Осының кесірінен Перес бас бапкер қызметінен Дель Боскені алмады. 2001 жылдың жазында Перес тағы бір үлкен жұлдызда трансфер жасады. Корольдік клубтың жаңа ойыншысы алтын доптың тағы бір иегері Зинедин Зидан болды. Зиданның трансфері 76 миллион евромен футбол тарихында рекорд жасады. Қазіргі уақытта Зиданның Реалға ауысып келуі футбол тарихындағы ең үлкен оқиғалардың бірі десек болады. Бірақ сол бір 2001 жылы ешкім Зиданды ұлы жаттықтырушы болады деп ойлаған жоқ. Бұған уақытта болған жоқ. Француз келе салысымен алаңда өте керемет өнер көрсетті. 2002 жылы Чемпиондар лигасының финалында Реал Мадрид Зиданның Байер қақпасына соққан голының арқасында чемпион атанды. Осы жеңістен кейін Флорентино Перес өзінің жоспарына толықтай сенімді болды. Дәл осы жоспар бойынша 2002 жылдың жазында Реал сапына 45 миллион евроға сатып алынған Роналду қосылды. Жақында ғана әлем чемпионатының үздік ойыншысы атанған Роналдудың кетуі Интер жанкүйерлерінің наразылығын тудырды. Роналдуды футбол әлеміндегі ең үздік бомбардир деп атауға ешкім қарсы емес еді. Бұл шындық. Роналду өз уақытының керемет ойыншысы. Бірақ дәл сол уақытта Реал тағы бір шабуылшыға мұқтаж емес еді. Керісінше, шабуылдағы Рауль Гонсалес пен Фернандо Морантестің дуэті керемет еді. Бірақ Роналдудың келуімен бұл дуэт өмір сүруін тоқтатты. Роналду өзінің үздік екендігін іс жүзінде дәлелдеді. Бразилиялықтың Ла Лигадағы 23 голы Реалға чемпион болуға көп көмектесті. Бірақ Чемпиондар лигасында Роналду ештеңе жасай алмады. Жартылай финалда Реал Ювентустан жеңіліп, Флорентино Перестің көңілін қалдырды. Президент клубының барлық турнирлерде жеңіске жететіндігіне қатты сенген еді. Сондықтан Перес жеңіліске кінәлілерді іздеді. Оларды тапты, бірақ сәл-пәл қателесті. Олардың бірі Дель Боске. Тіпті Перес өз сұхбатында оны нашар бапкер деп айтып жүрді. Қорғаушы және капитан Фернандо Иер. Тіпті капитанды командадан ешқандай құрметсіз қуып жіберді. Және еңбекқор Макелеле. Біз оны сағынбаймыз. Ол баспен мүлдем ойнай алмайды, деді Перес кетіп бара жатқан Клодтың артынан. Бірақ шынына келгенде Клод қорғаныспен шабуылды байланыстырып тұрған ең құнды ойыншы еді. Макелеленің орнына ойыншы табу Перестің басты мақсаты болу керек болған. Бірақ президенттің ойы басқаша болды. Реалға керек ойыншыны сатып алудың орнына Перес тағы бір мега трансфер жасады. Дэвид Бекхэм Реал жейдесін киді. Маркетинг жағынан жұлдызды ағылшынның трансфері жақсы шешім. Бірақ ойын жағына келгенде Реалға Бекхэм мүлдем керек емес еді. Осыған қарамастан Перес өзінің жоспарын жалғастыра берді. Президенттің сөзінше жаңа Реал жұлдыздар мен академия шәкірттерінен құралған команда. Бірақ шын мәнінде барлық жұмыс тек жұлдыздарды тарту үшін жұмсалды. Осының салдарынан Реал құрамы хаосқа айналды. Корольдік клуб өзінің бұрынғы ойын мәнерін толықтай жоғалтып алды. 3 жылдың ішінде Реал бірде-бір турнирде жеңіске жеткен жоқ.
Ал бас бапкер креслосында 5 жаттықтырушы алмасып үлгерді. Бірақ олардың ешқайсысы Реалды қалпына келтіре алған жоқ. Перестің ойы бойынша команданы жақсы бапкер емес, жұлдызды ойыншы жеңіске жеткізеді. Әрине, бұл үлкен қателік еді. Егер сол уақытта Перес өз ойын өзгерткенде, Реал тарихында Чемпиондар лигасының кубогынсыз өткен 11 жыл болмас еді. Үлкен жеңістер болмағандықтан Реалдың директорлар кеңесі Переске қысым көрсете бастады. Сондықтан Флорентино Перес өз еркімен отставкаға кетті. Бұл Перестің беделіне нұқсан келтірді. Бірақ Пересті қанша жамандасақ та, осы адамның арқасында Реал өз жағдайын әлде қайда жақсартты. Перес президент болып сайланғанда Реалдың шамамен 300 миллион евроны құрайтын қарызынан құтылуға уәде берген болатын. Және уәдесінде тұрды. Перес Реалдан 2006 жылы ақпан айының соңында кетті. Ал сол жылдың жазында корольдік клубтың жаңа президенті болып Рамон Кальдерон тағайындалды. Жаңа президент барынша Реалдың құрамын реттеуге тырысты. Ол біріншіден бірнеше қорғаныста ойнайтын жартылай қорғаушыларды сатып алды. Кальдерон жаңа Макелелені тапқысы келді. Корольдік клубтың жаңа бас бапкері болып Фабио Капелло екінші рет тағайындалды. Капеллоның Реалға екінші рет келуі біріншісіндегідей сәтті болды. Реалдың жұлдызды құрамының қалдықтарынан және жаңа ойыншылардан құрамды қайта құрап, Дон Флейта Реалды қайтадан Испания тағына отырғызды. Бірақ дәл алғашындағыдай чемпиондықты жеңіп алып, Фабио Капелло Реал бас бапкер қызметінен кетті. Чемпионаттағы жеңістіктерді жалғастыру үшін Кальдерон трансферде өте белсенді жұмыс жасады. Оның басты мақсаттары талантты голландиялықтар еді. Мысалы, Реалға Арен Роббен, Уэсли Снайдер және Ройстон Дренте келді. Бірақ Реалдың чемпиондықты сақтап қалуы бұлардың арқасы емес. Бас бапкерлік креслода Капеллоны алмастырған Бернд Шустер Барселонадағы дағдарыстың арқасында Ла Лиганы жеңе алды. Сол жылдары Испанияның басқа клубтары әлсіреген еді. Вильяреал, Севилья, тіпті Атлетикода алтынға таласуға дайын болмады. 2008 жылдың жазында Реалға голландиялықтардың келуі жалғасты. Сантьяго Бернабеуге Рафаэл Ван дер Варт және Клас Ян Хюнтлер келді. Бірақ бұл жолы Реалдың күшеюі сәтсіз болды. Хосеп Гвардиоланың арқасында Барселона Испания чемпионы деген атақты қайтарып алды. Қайта күшейген Барселона Реалға үлкен қауіп төндірді. Сондықтан 2009 жылы Реал президенті болып қайта сайланған Флорентино Перес қайтадан жұлдыздарды жинай бастады. Достар, бүгінгі видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Бұл бірінші бөлім. Екінші бөлім алдағы бірнеше күнде шығады. Кетпес бұрын видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Аман сау болыңыз, келесі видеода кездескенше.